бақытты өмір сүр. Иман мен жақсы іс бақытты өмір сүрудің кілті. Бұларды есіңде бекем ұста. Ілім ізде, көп оқы, өйткені кітап оқу қайғы-мұңнан арылтады. Тәубе қылып, жаратқаннан кешірім сұрауды тоқтатпа. Аллаға қарсы келуден қаш, өйткені күнәлар өміріңді улайды. Басқаларға жақсылық жаса, көкірегің кеңейіп, өзіңді бақытты сезініп қаласың. Жүрегіңді кек сақтаудан, көре алмастықтан, жек көруден, сараңдықтан және басқа жаман аурулардан тазала. Барлық істе, тамақтануда, ұйқыда, елмен араласуда, сөз сөйлеуде шегін сақта. Артық жүк жолаушыға азап. Бүгінгі күніңді жақсылап өткіз. Өткен уақыт пен келешекті уайымдап, уақытыңды құртпа. Жаман ойлардан алыс бол, және әр нәрсенің жаман жағын ғана ойлаудан сақтан. Ашуланба, кешіре біл. Түймедейді түйедей етпе. Ұсақ-түйек қиыншылықтарды ауырға балама. Тұрмыста қарапайым өмір сүр. Артық ысыраптан алыс бол, өйткені артық ысырап аздырады. Алла тағаланың берген сыйларын саған келген сынақтармен салыстыр. Сонда сен жоғалтқаныңа қарағанда алған нәрсеңнің көбірек екенін түсінесің. Егер де біреу саған жаман сөз айтса, оның сөздері саған емес, өзіне зиян алып келерін біл. Сондықтан ол туралы ойланбай-ақ қой. Өзіңе және айналаңа пайда алып келу үшін жан дүниеңе жақын кәсіпті таңда. Қандай жұмыс қылсаң да, шын ниетпен мүлтіксіз жасауға әрекет қыл. Сонда ол жұмыс өміріңдегі бақытыңның бір бөлігіне айналады. Әрбір іске жігерлі бол. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Алла саған берген денсаулық, мал-мүлік, отбасы және жұмыс сияқтыларға разы бол, және олар үшін шүкір қыл. Спортпен шұғылданып, денсаулығың туралы көп ойлан. Өйткені денсаулығы мықты адамның ой-сезімі сергек болады. Алладан кешірім және жақсылық тілеп, әрдайым дұға қылып жүр.